Жамбыл облысы Талас ауданы, Қаратау қаласы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Кузбаков Аманбек Оңталапұлы. Саламатсыңдар ма балалар, көңіл күйлерің қалай? Ал енді балалар, бүгін сендермен сабақ Қазақстан Республикасының жер көлемі бойынша дүние жүзінде нешінші орын алатынын білесіңдер ме? Бүгін нені қарастыруымыз мүмкін? Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қырғыз-Қазақ АКСР-ның құрылуы. Зерттеу сұрағы. Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылуының тарихи маңызы неде? Оқу мақсаты. Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға беру, қазақ зиялыларының қоғамда рөлі мен қызметін талдау. 1919 жылдың 10 шілдесі Ленин Қырғыз-Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет, яғни Қазревком құру туралы декретке қол қойды. Қазревком мемлекеттік билік пен жоғарғы басқару органының міндетін атқарды. Ревкомның басқаруына Астрахан губерниясының қазақтар мекендеген бөліктері Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары қарады. Төрағасы Станислав Пестковский, мүшелері Байтұрсынұлы, Лукашев, Жангелдин, Туңғаншин, Меңдешев, Қаратаев, кейін Айтиев, Абдиев, Әлібеков, Арғыншев, Сейфуллин, Ғаббасовтар тағы басқа мүше болды. Қазревком 1920 жылы 9 наурызда Алашорда үкіметі мен оның аймақтық бөлімшелерін жою туралы бұйрық шығарды. Қазревком Қазақ АКСР құрылғанға дейін 1920 жылы қазан қызмет етті, яғни 15 ай. Ал балалар, келесіде мәтін және бейнероликпен танысып шығыңыздар. Қырғыз-Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының құрылуы қалай жүзеге асты? Қазақ революциялық комитетінің мақсаты мен міндеті қандай? Жер мәселесіне қатысты қандай пікірталастар болды? Қазақ халқының мүддесін қорғаған тұлғалар кімдер? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Қырғыз-Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының құрылуы қалай жүзеге асты?
Азамат соғысы большевиктерге шет аймақтардағы халықтардың ұлттық мүдделерімен санаспауға болмайтынын көрсетті. 1918 жылы Түркістан автономиялық кеңестік социалистік республикасы жарияланып, Жетісу мен Сырдария облыстары Түркістан АКСР-ның құрамына кірді. 1919 жылы Владимир Ильич Ленин Қырғыз-Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет туралы декретке қол қойды. Декретте Қазревком өлкенің ең жоғары әскери азаматтық басқармасы ретінде құрылатыны айтылды. 1920 жылы 9 наурызда өзін қазақ елінің үкіметі деп атаған Алашорданы тарату туралы шешім қабылданды. Осылайша коммунистердің басшылығымен 1920 жылы 26 тамызда Қырғыз-Қазақ АКСР құрылды. Орталық атқару комитетіне Сейтқали Меңдешев, халық комиссарлар кеңесіне Виктор Радус Зинькович басшылық етті. Қазақ революциялық комитетінің мақсаты мен міндеті қандай? Қазревкомның мақсаты мен міндеті контрреволюция мен интервенцияға қарсы күресу, өлкеде мемлекеттік шаруашылық және мәдени құрылыстарға жағдай жасау. Қазақстанда кеңестердің құрылтай съезін әзірлеу болды. Революциялық комитеттің қарауына Астрахан губерниясының қазақтар тұратын өңірлері мен Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары кірді. Қазревкомның басшысы болып ұлты поляк Станислав Пестковский тағайындалды. Ревком құрамында Лукашев, Әліби Жангелдин, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұхамедияр Тұнғаншин, Сейтқали Меңдешев және Бақытжан Қаратаев болды. Қазревком мен оның жергілікті органдары қазақ даласында кеңестерді ұйымдастыру, адал пиғылды ұлттың зиялы өкілдерін кеңес құрылысына тарту, қазақ жерін біріктіру жұмыстарын жүргізді. Қазревкомның органы Ұшқын газеті жариялана бастады. Жер мәселесіне қатысты қандай пікірталастар болды? Қазақ даласын межелеуге мүдделі топтар өз пікірлерін жария ете бастады. Түркістаншылар түркі тілдес халықтар бір тұтас мемлекет құру керек деп жазса, Алашордашылар қазақ елінің дербес автономия болуын алға тартты. Ал Астрахан өкілдері мен Сібір революциялық комитеті Алашордашылар пікіріне қарсы шықты. Қазревком, Сібір Ревком және Түркістан орталық атқару комитеті өкілдерінің жиналысында Ақмола мен Семей облыстарын Қазақстанға беру мәселесі шешілді. Қазақ халқының мүддесін қорғаған тұлғалар кімдер? Түркістан автономиясы құрамында негізінен қазақ, қырғыз, өзбек, тағы басқа ұлттар болды. Сондықтан Тұрар Рысқұлов, Алиев, Ибрагимов 5 облыстан тұратын Түркістанды түркі тектес халықтардың және өздерін келімсек санайтын өзге халықтардың отаны деп санау керек деген ұсыныс айтты. Әлімхан Ермеков болса, Астрахан, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, Каспий маңы, Самарқан, Ферғана облысы мен губернияларын қамтитын 3.467.922 шаршы шақырым жерді Қазақ Республикасының құрамына беруді сұрады. Ал балалар, осы бейнероликті тамашалап болсаңыздар, дәптерлерімізге ашып, осы екі тапсырманы орындаймыз. Ал балалар, үйге тапсырма 22-23 параграфтарды оқу. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.